Бастысы ең бірінші бір уақыт деген сияқты сендерге тілекшім оған негізінде тезірек болып дұрыс болып кетсе екен деген ойды айтып жатыр. Бізде де сода ойда. Дұрыс па Айна? Құдай қаласа. Иә, дұрыс. Гүлча? Айнагүл, қош келдіңіз. Жалпы Бауыржанға айтып жатыр ғой, жұп болуға асықпайсың ба деп. Бауыржан енді аузы күйгесін үрлеп ішіп жатқан шығар, себебі Жанелмен жұп болып жүріп, одан кейін ата-анасы қарсы болып, халықтың алдында енді жауапкершілікпен қарап жұп болып жүргеннен кейін екеуі айырылысып қалды. Сондықтан асықпай жүрген шығар, мүмкін. Жалпы Айнагүл, сіздің ата-анаңыздың қазіргі көзқарасы қалай Бауыржанға деген? Ата-анамның көзқарасы жақсы. Мен ойлаймын, негізі екеуі алдында сынақ болып жатыр, бәрінен керемет өтіп жатсыздар, жақсы жұп шығатын сияқты. Сендерге тезірек жұп болып, сол сәтті бізде қуана күтеміз негізі. Құдай қаласа. Бізде ата-ана жақтан Аллаға шүкір жақсы. Иә, жақсы. Кейде анасы таңдап қалады екеуміз отқан кезде, сонымен мен сәлем айтып жүремін. Әпке сәлем. Бутябайға сәлем айт. Ол кісілер Бутябай деп қояды. Жақсы. Бутябай деп қояды. Бутябай деп қоямын? Әдемі. Ал жақсы, сіздерге барлығы сәттілік тілеп жатыр енді, тілектес болып жатыр. Осылай бола берсін да деймін. Жақсы кездесулер ғана тілеймін. Шығарып салайық, жүрегімнің айналсын. Және ортаға Серджоны шақырайық. Трипл Си, не болды? Ау. Не болды Трипл Си? Қайда бір? Толқын бір бәлес. Толқын не істеп жатыр? Жоқ, айтамын да, ерте барып аласың, музыка іліп отыр ғой деп, ерте отырмай қоса бермей. Но енді бізде сіздік сияқты музыка жоқ. Мен де, енді сен музыкаға да сурет ету Да, керексің ну ғой. успокойся, что ты? Нормально все. Иә. Бір военный өлеңді қарастырып жіберерміз, иә, Мерейс одан кейін? Кейінірек бір, иә? Серджоға. Шағайтап, кәдімгідей. Марш жасап келсін. Ал жақсы. Қал. Жақсы. Фатима қалай? Жақсы бәр. Шақырамыз ба? Шақырамыз. Фатима, келіңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Иә, кездесіп жүрсіздер ме? Ара-қатынас қалай, не жаңалық болып жатыр? Біздің Серджо сізді ренжіткен жоқ па? Немесе керісінше Фатима сенді ренжіткен жоқ па Серджо дегендей? Кездесулер болып жатыр. Жақсы кездесулер болып жатыр. Бәрі жақсы деп айтсам да болады. Ешқандай ренжіс мен жақтан жоқ. Фатима жақтан болмаса. Жалпы бәрі жақсы жақта енді. Бәрі жақсы. Өзі айтсын енді ренжісі бар шығар, может. Достарыңмен таныстырып дегендей ондай болған жоқ па? Немесе Фатима достарыммен таныстырғанда сол осы жердегі, пока что осы жердегі достарым. Мен негізі өзіммен бірге өскен достарым Исық қаласында. Енді Исыққа әлі бара қойған жоқпыз. Олардың кәсіптері де, жұмыстары да бәрі Исықта. Осы жердегі достармен жақсы араласады. Данияр, Ержігіт, Бутябай, Абзал. Ну, что он деп бәрін айтып тұрасың. Сол. Видео жіберіпсіздер бізде. Бір видеомыз. Қарайық. Назарларымыз видеода. Продакшн ғой. Бірге қосасыздар ма? Негізі музыкасы болған, жалпы. Не деген романтика бұл кәдімгідей. Әдемі биледіңіздер ме? Не болды сонда жаңа, Серджо? Шақтасу болды ма, жоқ әлде? Кеше бір не болған? Кездесіп қалғанбыз, аяқ асты. Ержігіт бар, Ақтоты бар, Фатима келді артынан кейін, мен бардым. Кішкене серуендеп бір жерде отырдық, әңгімелестік. Сосын жаңағы енді атын айтпай қояйын, қай жер екенін. Сосын бәрі бізден қайталап жүр. Сосын сол жаққа бардық. Енді бәрі бір видео жасап отады. Бізде көрейік деді, 5 айдан бері болатын шығар бізге деді. Иә. Сол сияқты бір жасап көрдік. Сол жол жөнекей негізі жеткен кезде бір қызық оқиға болды. Қандай?
жол полициясы бір тоқтатып қалды. Сонымен ештеңке нарушение болған жоқ, просто жаңағы жерге келіп тоқтаған кезде артымыздан келіп жатыр да. Соны шықсам бір жас жігіт екен. Соны Фатима мен айтады, сөйлесіп қайт енді деген сияқты шенте жігіт болғаннан кейін. Соны жығып сөйлесіп отырсам, былай қарайды, документ ұстап алған қолына. Қай жерден көрдім сен деп қояды. Мен білмеймін деп қоям. Білмеймін енді. Мүмкін тағы бірле тоқтатқан шығарсың деп қоям. Жоқ, мен сені бір жерден көргем дейді. Сосын бүйтіп айтыр, білмеймін, бірдеңкеге көнбей жатқаннан кейін айтуға тура келді. Короче, былай ғой дедім. Иә. Мынандай бір проектте қалуын отырмын, осылай деп түсіндіріп айтып едім. Деп барып, білем ғой, көреміз, білеміз. Болды онда, әңгіме жоқ деп беріп, давай бақытты болып кет деп, сонымен баратын жерге барып, видео түсіп қайттық. Иә, түсінікті. Осы тұста барша жол полициясы